Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля саййид Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи. Ниса 23-те негізі мынау халал, мынау үйленіңдер деген әңгіме жоқ. Ниса 23-те айтады, мынау харам, мынау харам, мынау харам, мынау харам дейді. Бірақ харамдығы тәте, аға нәрсесін бітіп тұр да. Значит, адан ары қарай халал ғой деген әңгімені шығарып тұр да енді олар. Енді негізі халал. Бірақ жігіттер қазақтар не дейді? Мен осы бір немен сөйлесіп едім, атеист па? Осы мәселеде. Қазақтар естіп айтса, жеті атадан үйленуге болмайды десе. Не? Жетіден келін алмайсың десең. Шариғат саған сен күнәлісің деп жатыр ма? Болды ғой, қандай проблема? Неге противоречие? Қандай противоречие? Біз айтып тұрмыз, Омар айтады оны. Алысырақ болған сайын жақсы дейді. Енді саған қазір мысалы ағаңның қызына үйленуге болады десе, двоюродный бар ғой? Шариғат бойынша болады. И қазақтар тұрып, жоқ үйленбейміз десе, сен шариғат бойынша қылмыс жасап жатсың ба? Қылмыс жасап жатқан жоқсың ғой. Бірақ енді біреу келіп үйленем десе, сен оған күнә деп айта алмайсың. Ғұрып бойынша болмайды дейсің да. Бірақ сен оған күнә деп айта алмайсың. Айтпағым. Бізге бұл ереженің ешқандай айырмашылық несі жоқ, противоречиесі жоқ. Қазақтар жетіден алма деген кезде бұл шариғаттың мұстахаб үкімге шақырып жатқаны. Алыс болған сайын жақсы, бізде қазақтар ұстанған соны. Бірақ ертеңгісін қандай да бір заман келуі мүмкін ба? Әлемде екі адам қалса. Двоюродный сестрасы мен браты. Сол кезде не болмаса туған сестрасы, одан кейін двоюродный сестрасы, одан кейін браты қалатын болса да. Мәселен мүмкін ба негізі? Мүмкін ғой. Сол кезде ол қайсымен жақ қосылады? Ұрпақ жалғастыру үшін. Двоюродныймен тура сондай мәселелерде қарастырылатын дүниелер ғой бұл. Саған ешкім міндет деп жатқан жоқ, саған шарт айтқан жоқ. Міндеттісің двоюродныйға үйленуге деп. Бұдан проблема шығаруың қажет жоқ. Тоже бағанағы абсурдный сияқты нәрселер ғой. Противоречие жоқ. Бірақ шығарғысы келеді да. Противоречие жоқ ешқандай. Мысалға, қателеспесем, ойлақтың уақытында осы жеті ата енгізілді ғой. Белгілі бір нәрсе енгізіліп, осы нәрсені қабылдайсыңдар, осылай болмаса жаза деп айтуының себебі, оның алдында сол іс-әрекет қазақтардың арасында болған болып тұр, жақыннан алған. Бәлкім, бірақ енді бір жеті атаның негізі мысалы заң тұрғыдан жеті атаға үйленуге болмайды деген әңгіме жоқ. Шариғат не? Тәуке ханның жеті жарғысы. Не мүмкін жеті жарғыда қазіргі уақытта егер ол сондай нәрсе болатын болса, ол енді қалай айтсақ болады? Адамдардың ақылында бұл абсурдный нәрсе болады. Абсурд емес, енді әдеттік тұрғыдан жасалынбау керек нәрсе болатын болса, заң кіргізетін еді да оны. Енді ол заң кіргізбей тұр да ғой қазір оны. Демек, оны заңда дұрыс, оны бір абсурдный нәрсе деп қалдырмау керек. Сен двоюродный сестраңа барып үйленсең, саған айтады ма, заң не может вам зак сделать деп айта ма? Айтпайды. Бәрі ол тұрғыдан ешкім сені нетіп жатқан жоқ да. Иә, бұл ғұрып деген нәрсе бар. Бұл ғұрып шариғатқа қайшы келіп тұрған жоқ. Наоборот, шариғат айтты, соған шақырып жатыр. Өзі үкім берген кезде 5-6 нәрсеге қарамайды емеспіз, соны білесің, қателеспеймін, ғұрып Ғұрып пен әмір үкім беру деген бар, бірақ мен саған айтайын, ғұрып дегенімізде үкім бересің, бақа шариғатқа қайшы келмейінше. Біздің бұл ғұрып шариғатқа қайшы келмей тұр. Онда бұл ғұрыппен беріле беру түк.